az-зулму саласа дейді. Жалпы әділетсіздік. Әділетсіздік дегенде қиянат деген мағынада көзделеді. Алланың хақысына қиянат, адамның хақысына қиянат, көршінің, ананың, әйеліңнің, досыңның, жетеді, саудагердегі серіктесіңнің. Әділетсіздік деген сөз, қиянат деген сөз. Сол жаңағы осы қиянат, әділетсіздік үш түрлі болады дейді. Бірінші түрі фазулмун ла яхфирухулла. Оның бірінші түрі дейді, ол сондай бір әділетсіздік, қиянат, Алла Тағала оны ешқашан кешірмейді дейді. Вазулмун яхфируху. Екінші қиянат, әділетсіздік, Алла оны кешіреді дейді. Вазулмун ла ятрукуху. Үшінші әділетсіздік, қиянат, оны жайына қалдырмайды дейді. Сосын түсіндіреді пайғамбар саллаллаху. Фазулму аллази ла яхфирухулла. Алла Тағала ешқашан кешірмейтін әділетсіздік, қиянат, фашширку дейді. Ол Алла Тағалаға серік қосу. Лұқман сүресінде өзі айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, инна ширка ла зулмун азим. Аллаға серік қосу деген үлкен қиянат дейді ол. Үлкен әділетсіздік. Одан кейін Алла Тағала кешіретін қиянатпен кешіретін зұлымдық. Ол қайсы дегенде фазулмул ибади анфусахум фима байнахум ва байна раббихим дейді. Құлдың өз жанына жасаған әділетсіздік, қиянаты дейді. Ол онымен Алланың арасында ғана дейді. Яғни бұл зұлымдықтың ешбір адамға қатысы жоқ. Ешкімге тимеген ол тек Раббыңмен екі арадағы қиянат. Раббыңмен екі арадағы қиянат. Мысалы Тағала қарама деді, жаман нәрсеге қарап қойды адам. Астағфиралла деді. Тағы да басқа қарап қойды. Бұл қиянаттар кетіп жатқан. Өйткені ол қарама деп қойды ғой Құранда. Біз қарап қойдық. Ал енді жағына ғайбат бұған жатпайды. Ғайбат еткен біреудің арына кірдің. Ол жаңа үшінші зұлымдыққа кетеді қазір. Бұл тек сіз бен Алланың арасындағы нәрсе. Бұны кешіреді дейді. Өйткені оны Алла мен сол құлы ғана біледі. Сондықтан ол екеуінің арасында сыр болғаннан кейін, ол астағфирулла намазын жасап жүргеннен кейін Тағала кешіреді. Ал енді үшіншісі ал енді әлгі жайына қалдырмайтын зұлымдықтың, қиянаттың үшінші түрі дейді ол. Ол адамдардың бір-біріне жасаған зұлымдықтары дейді. Ол арждан, мал, физикасы, моралі, күллі нәрсе кіре береді. Міне бұл нәрселерді жайына қалдырмайды. Хатта яқусса бір-бірінен қысас кегін алып бермейінше дейді. Сондықтан адамның құқысының дәрежесіне қарай беріңіздер де қандай. Жаңағы юхфару ли шахидин куллу замбин айнда қотрати дамил әуел қараңыздар илля дайна дейді. Мысалы тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Алла жолында жаугершілік заманда жаңағы майданға қатысып шейіт болып кеткен адам, мысалы шахид болған адамның әуелгі қаны тамған кезде күллі күнәсі кешіріліп кетеді дейді. Яғни жоқ ештеңке, тек қарызы кешірілмейді дейді. Неге? Ол бір адамның хақысымен байланысты. Бүгін адам ешқандай Алла Тағаланың байланысты жаңағы намазбен, тағы да басқа нәрселерде жақсы орындап жүрген шығар да. Бірақ анасына туф дей берген. Анасының хақысы жібермейді. Адам ойламайды, бәрін дұрыс істеп жүрмін. Біреу мысалы ойлауы мүмкін, мен жаңағыда бір әйелі бар, сосын екі әйелі алды, сосын біреуіне жақсы қарайды да, біреуін жіпсіз байлап қойды.
Шайтан оған жеңілдетіп түсіндіреді, тақырыпты ештеңе етпейді, әйтеуір осылай болады береді ғой деп та. Ол әйелдер ғой деген нәрсемен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер солай болса, жарты денеңмен келесің дейді қияметте. Бір аяқ, бір қол, жарты басың, жартысы жоқ. Құлап келе жатыр дейді. Жартысы жерге құлаған бүйтіп келе жатыр дейді. Себеп бірақ нәрсе не? Екінші әйеліне жаңағы немесе бірінші әйеліне дұрыс қарамаған. Осындай нәрселер жақсы болайын деп тұрған нәрсені бұзып жіберуі мүмкін қияметте. Ол адамның өзіне өзі жасаған зұлымдықтары да. Сондықтан осындай көкіректеріндегі күллі осындай жиналып қалған кірбеңдіктер, наразылықтар, наздар, осының бәрін аламыз дейді біз, жаңағы кектерді шешу арқылы дейді. Содан кейін барып жәннатқа рұқсат етіліп, тәжри мен тахтихимул анхар, астарынан өзендер ағатын жәннаттарға кіреді дейді.